Сәлем, қымбатты көрермендер. Бүгін мен сіздермен қазіргі әлемдегі экологиялық мәдениет туралы сөйлескім келеді. Мәдениет жалпы мағынада жеке тұлғаның, этностың өміріндегі барлық салаларында көрінеді. Ол адамдардың рухани өмірінде олардың білімін, қабілеттерін, дағдыларын, адамдармен қарым-қатынас формаларын жинақтау, құру және жүзеге асыру қабілетін сипаттайды. Адамның интеллект деңгейін, оқыған және шығармашылықпен дамыған дүние танымын көрсетеді. Мәдениет термині латынның культура сөзінен шыққан. Ол өсіру, тәрбиелеу, өңдеу, дамыту, білім беру деген мағынаны білдіреді. Экология адамзаттың жалпы мәдениетінің ажырамас бөлігі. Жер шары тек планета емес. Бұл біздің үй. Біздің ата-бабаларымыз, аталарымыз, әжелеріміз, ата-аналарымыз дүниеге келген жер. Көптеген жан-жануарлар мен өсімдіктер өсетін жер. Жер қойнауында адамның дамуына қажетті минералдар мен пайдалы қазбалар жинақталған. Ақырында жер бүкіл ғаламдағы өмір сүруге болатын жалғыз орын. Мен 20 ғасырдың басында француз жазушысы Антуан де Сент-Экзюперидің әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған сөздерін есіме түсіремін. Біз бәріміз жер деген бір кеменің балаларымыз. Демек, бұл жерден біз еш қайда кете алмаймыз. Сондықтан бір ережені ұстануымыз керек. Таңертең тұрып, жуынып, өз-өзімізді дұрыс қалыпқа келтіріп болған соң, бірден ғалам шарды қалыптай келтір. Бүгінде адамзат бұрын соңды болмағандай табиғатқа деген көзқарасын өзгерту қажеттілігімен бетпе-бет келді. Қоғамның ұлттық және әлемдік дамуының негізі адам мен табиғат үйлесімділігі болу керек. Әр адам табиғатпен тепе-теңдікте өмір сүру арқылы ғана өзін дамыта алатынын білу керек. Бала кезінен бастап табиғатпен, оның заңдылықтарымен және принциптермен үйлесімді өмір сүруді үйрену керек. Сонымен экологиялық мәдениет дегеніміз не? Экологиялық мәдениет бұл қоршаған ортаның жағдайы үшін әрбір жеке тұлғаның жеке жауапкершілігі. Экологиялық мәдениет дегеніміз адамдардың табиғатты, қоршаған әлемді қабылдау деңгейі және олардың ғаламдағы орнын, адамның дүниеге деген қатынасын бағалау. Экологиялық мәдениет бұл сіздің біліміңізді күнделікті өмірде пайдалана отырып, деңгейіңізді көрсететін мүмкіндік. Тек тақырыптық ақпаратпен жұмыс істей білу жеткіліксіз. Ол үшін практикалық қолданыс табу өте маңызды. Мүмкін ертеректе экологиялық мәдениет тақырыбы өте таңғаларлық болып көрінген шығар. Өйткені экологиялық мәдениет сияқты түсінік жақында ғана пайда болды. 20 ғасырда адам табиғи процестерге жағымды да, жағымсыз да әсер ете бастады. Уақыт өте келе табиғатқа көрсеткен кері әсер тек адамдардың ғана емес, жердің барлық тірі тұрғындарының денсаулығына кесірін тигізді. Дәл сол кезде әлемдік қоғамдастық экологиялық мәдениетті түсіндіруді алға қоя бастады. Күрделі экологиялық дағдарыс қаупі бүкіл планетаның тұрғындарының алдына жаңалық әкелді. Адамзаттың өмір сүруі мен дамуы тек өзіне байланысты. Апаттың алдын алу тек әр адамның жеке басының ойлау стилі мен белсенділігін өзгерту. Оған эко-бағдар беру арқылы мүмкін болатынын жеткізді. Жер тұрғындарының өнеркәсіптік дамуы планетамызды сақтау мәселесімен тығыз байланысты. Бұл үшін ең алдымен экологияны жақсарту керек. Адамзат өмір сүрген жылдар ішінде планетаның экологиясы орны толмас шығынға ұшырады. Қағазды қайта өңдеуге арналған ормандарды кесу, қымбат терілер үшін жабай жануарларды өлтіру, тірі организмдердің өлуіне әкелетін судың ластануы. Кейбір өзендер мен көлдер құрғап қалды. Қалаларда тұратын адамдар күн сайын көміртегі газдармен тыныс алып, өкпесін бұзады. Бұл табиғаттың басына келген дағдарыстың тек бастамасы ғана. Адам баласының қоқысты лақтыру нәтижесінде дүниежүзілік мұхитта пластиктан тұратын арал жиналғанын білесіз бе? Оның ауданын бүкіл Франциямен салыстыруға болады. Европадағы ең үлкен елдердің бірінің көлеміндей қоқыс аралын елестетіп көріңіздерші.
Экологиялық мәдениетке нені жатқызуға болады? Біріншіден, бұл сіздің үйіңіздегі, пәтеріңіздегі, өз аулаңыздағы және көшелердегі тазалық тәртібін сақтау. Бұл қоқысты жерге тастамай, оны арнайы қоқыс жәшіктеріне салу. Үйдегі қоқысты категорияларына байланысты сұрыптау. Мысалы, шыны қалдықтары, қағаз қалдықтары, биологиялық қалдықтар, пластмасса және тағы сол сияқты. Пластиктен жасалған бөтелке, пакеттер, бір рет қолдануға арналған бұйымдардан бас тарту керек. Картоннан жасалған стакандардың орнына шыны бөтелкелерді қолданыңыз. Мүмкіндігінше қағазды азырақ пайдаланыңыз. Телефоныңызда жазбалар қосымшасын пайдаланыңыз. Сауда кезінде пластиктің мөлшерін азайту үшін экосөмкелерді қолданыңыз. Балалар, аулада қоқыс тастаған кезде қоқыс жәшіктерінің категорияларға бөлінгенін байқадыңыздар ма? Егер әр қайсымыз өз қоқысымызды ретке келтіретін болсақ, онда көп ұзамай біздің еліміз қоршаған ортаның ластануымен күресте алдыңғы орындарға шығады. Егер осы істерді жүзеге асырсақ, бұл тек сізге ғана емес, сіздің отбасыңызға, қоршаған ортаңызға деген үлкен пайда болады. Бір тал кессең, 10 тал ек деген дана мақал бар. Астарына үңілсек, бұл дегеніміз, табиғатқа кішкентай ғана зақым келтірсең, сол зақымды 10 есе пайдаңмен қайтар деген. Тек осылай ғана біз табиғатқа келтірген зиянды өтей аламыз. Және тек осылайша ғана өз планетамызды ұрпағымыз үшін сақтай аламыз. Экологиялық мәдениеттің дамуы экологиялық бағдарланған қоғам құруға жол ашады. Яғни экологиялық принциптерге негізделген қоғам. Адам табиғатпен бірге өмір сүреді. Адамның физикалық және рухани өмірінің табиғатпен тығыз байланысты екендігін барлығымызға мәлім болуы тиіс. Себебі адам табиғаттың бір бөлігі болып табылады. Біз өз жерімізді және оның тұрғындарын қорғауымыз керек. Планетадағы тәртіп бұл ең алдымен онда өмір сүретін адамдардың мәдени деңгейі.